оқи алмай жатқан кезде, тәжвидтен қате болып жатқан кезде кішкене ыңжырғасы түсіп, уже оқысы келмей қалады да. Үйтіп оқығанша оқымай қояйыншы деген сияқты. Немесе қазіргі жамағатта ең бедел алғандар кириллицкийге жатып алады да. Арабшасынан оқымайды. Алдында Құранда тұрады, мынандай да тұрады, намаз оқып үйренейік деген. Сол кішкене енді бір бөліссеңіз өзіңіздің Құранға. Шәкірттер қиналып жатыр ұстаз деген кезде, сол сөзін естіген кезде мен неге екенін қуанамшы. Бір жымиып жіберемін мен, бір кейде шәкірттерге айтамын, сіздер ренжімеңіздер, мен сіздерді бір бұл оқымай жатқанға бір мазақтап тұрған жоқпын деймін да. Менде бала кезімде қиналған сәттерім есіме түсіп кетеді деймін да. Бірақ одан мен шыңдалдым. Сол өмірімде сондай моменттер дейді, сәттердің өткеніне қатты қуанамын. Сондай бір қиындықтар, мен сонымен шыңдалғам ғой. Бала мінезім сол Құран арқылы бір даналыққа келген ба, сәл сол қиналған сәтімнің өзінде артынан жаңағы жеңіл жаттап кетесің ғой. Сол кезде қуанып, жаңағына қиналып отыр едім, болады екен ғой жаттауға деген сияқты өз-өзіме бір самоуверенность келетін. Уже жаңа айтып отырмын ғой, мынау мінезің тағдырыңа айналады дейді ғой. Мынау көп нәрсені адам негізі мінезімен бағындырады деген рас нәрсе екен. Сол мінезді менде Құран қалыптастырды. Мынау қиналдым, бірақ та соны өттім да. Әрбір қиындықтан кейін жеңілдік бар. Былай қарасаңыз, бала кезден сол аятты мен білмесем де, бала болып, мағынасын білмесем де, ол аятты мен оны үлкен кезде басыма сынақ болғаннан кейін ғана барып бір түсініп жатырмын да өмір. Бірақ сол аяттармен өмір сүрген екенмін ғой деп ойлаймын да, Құран оқып жатып. Сол үшін шәкірттерге, оқырмандарға айтарым, біз Құран оқып өтпесек бұл өмірден. Осы Құран аяттарында қиналмасақ, басқа не нәрсемен өтеміз деймін да бұл өмірден. Онда егер де осы нәрседен қашатын болсақ, Алла бәрібір басқа бір қиыншылық беріп қояды. Одан да осы Құранмен қиналайық деймін да. Құранмен. Енді өз сәттерімді айтатын болсам, жаңа сіз айтқандай, мен бір ер ұстаздан сабақ алғам. Әуелде жаңа ұстаз жоқ, әкем жаңағы жазда есік аузына жер столға отырып, сіңіліміз екеуміз өйстіп тап осылай қарама-қарсы отырғызып, әлиф бәтәсән үйреткен. Ол кісі алдында жаңағы сабақ алған екен да. Ол кезде мен бір 8 жастамын, 8-9 жастамын. Сонымен сіңілімнің де мен тіліміз келмей жатыр. Сонымен жоқ былай айт, жоқ бүйтіп айт деп жаңағы айын деген әріп қой сол жаңағы. Айын деп сөйтіп қиналып, сол кезде жаңағы әкем сәл қаталдық танытқаны бар сол уақытта. Сәл жаңағы көзіме жас кеп сөйткенім де бар, қиналғам. Баламыз ғой. Одан кейін енді әкем бір маманына беруді ұйғарды деймін. Сонымен Жамбыл облысында бір қари ер кісі бар екен, өзі баламыз, сояққа інім бар.